Армысың достар, бүгін кітабым Қаныш және ғылыми майдан кітабы. Бұл кітап керемет жазылған, қысқа нұсқа айтып берейін. Қаныш Сәтбаев 28 жасында Қарсақбай дейтін жерде геолог жұмысын бастайды. Ашаршылық кезде мал бағып жүрген адамдарға 700 адамға жұмыс орнын тауып береді, оларды оқытады. Ашаршылық кезде 10 баланы асырап алады. Көбі ғалым болып шығады. 1941 жылы жұмыс орнын Алматыға ауыстырады. Сол жылдары соғыс басталып, Ресейдің бүткіл ғалымдары Алматыға келеді. Қанышпен тығыз жұмыс жасайды. 1942 жылы ғалымдар Қаныштың талантына таң қалып, доктор атағын қорғаусыз береді. 1946 жылы Алматыдан академия ашады, Мәскеуге бағынбайтын ғылыми майдан сол кезде басталады. Мұхтар Әуезов Абай жолы қалай шыққан туралы, Ілияс Есенберлин, Мұхтар Мағауиннің тарихты не үшін жазғаны, Әлихан Бөкейхановтың баласы Үгедей, ол да геолог болған. Кенесары ханның тікелей шөбересі Әзімхан Нартай, ол да ғалым болған, бірақ Қазақстанға сыйғызбаған. Өзбекстанға кетіп, Өзбекстан атақты ғалым болған. Көп ұлы тұлғаларды айта алмай отырмын, осыны оқып көрсеңіздер болады. Ал академия туралы айтып болсақ, зоология, астрофизика, тағы мамандықта зерттеу жұмыстары болған. Марсты зерттеген, ботаникалық бақта салдырған, ол не үшін салдырған оқыған кезде түсіндім. Қазақстанда бір жырауды терминді білетін адамдардан оны жазып алған, ұрпақ үшін деп болжам картасын жасаған. Маңғыстаудың мұнайы ақш-тан көп екенін айтқан. 1964 жылы Қаныш Сәтбаев қайтыс болады. 64-тен 89 жылға дейін бір мақала, бір деректі фильм Қаныш туралы жарыққа шығартпайды. Оны істеген орталық комитет. Менің бір таңғалған жерім 1979 жылы Николай Челых дейтін есімді ғалым астрофизик Марс пен Юпитердің ортасында бір планета табады. Соны ақш-тан Кембридж дейтін планета орталығын зерттейтін. Содан рұқсатын алып, планетаның атын Сәтбаевтың есімін береді. Сенбесеңіздер, Google'дан жазып қараңыздар. Сәтбаев 2402 планета деп тұр. Біздің Қазақстан даму үшін Қаныш Сәтбаевтың академиясы есігін қайта ашу керек деп ойлаймын. Бұл кітапты оқып отырып, керемет кітап. Алаш идеологиясын қалай жалғастыру екенін түсінесіздер. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын.